Ал бізге енді бір ыдысқа аздап тұз, 2 жұмыртқа, сүт құятын боламыз. Соған барлық нандарымызды бөліп салатын боламыз. Аздап нан тұру керек жібіп. Жұмсақ болып жібігеннен кейін оны істететін боламыз. Ал оған дейін біз арасына салатын начинканы дайындайтын боламыз. Мен үйдегі бар затымдан жасадым: колбаса, қызанақ және де сыр, ірімшік. Колбасаны 4 бұрыш майда қып турап аласыздар. Болмаса фарштан жасасаңыздар да болады. Тауықтың етінен де жасасаңыздар болады. Менде аздап колбаса қалып қойған екен. Және балаларға тез дайындалатын тағам бұл. Бұл пицца қаладағы адамдарға ыңғайлы екен, өйткені көп қатқаннан қалып қойса, қайда тастарын білмей қалады, иә. Бізде ауылда мал бар, күшік бар дегендей. Но сонда да тастағым келмейді, обал деген нәрсе бар. Көбінесе гренке жасап берем балдарға. Енді осылай да жасап бердім. Пицца да өте дәмді және тез болып піседі екен. Сіздер де әрине дайындап көріңіздер. Егер сіздерге ұнап жатса, комментарияға плюс, болмаса комментарияның өзіні жазып кетсеңіздер, қатты қуанатын едім. Мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Аптасына 3 рет видео салатын боламын, бұйырса. Осылай тиімді, қолда бар заттармен жасалатын. Және де туылған күндерге пісіретін торттарды жасаймын. Ал қызанақты барлығын турап алдық. Енді ірімшікті теркадан өткізетін боламыз, сырды. Мінекей болды, ірімшікті де дайындадық. Енді біз картоп езетімен нанды езіп аламыз, болмаса блендермен. Болды, нанымыз күшті жібіпті, және де езіп алдық. Мінекей осылай неге салсаңыздар болады. Тефлоновый коврикмен де, болмаса пергаментный қағазға. Тефлоновый коврикқа барлығын салып алдық. Енді бетіне қызанақты сеуіп шығамыз. Сосын колбасаны себеміз. Ең соңында білесіз, сырды сеуіп шығатын боламыз. Үйдегі бар қалған затым осыған лайықты болып қалған екен өзі де. Мінекей ең соңында ірімшікті осылай сеуіп алатын боламыз. 10-15 минутқа қойып аласыздар, демде дайын болады. Печкаңызды 180 градусқа қосамыз. Мінекей дайын болды. Иісі де бұрқырап, әдемі болып пісті. Демде және де оп-оңай. Ең бастысы өте дәмді және жұп-жұмсақ. Бұл балаларға да жақсы жұмсақ, және де үйлеріңізде қария ата апаларымыз бар болса, оларға да өте жұмсақ болып піседі екен. Енді осылай аздап шашылады, өйткені асығып тұрмын сіздерге көрсетуге. Мінекей дайын болды. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!